Сәлем достар, Денис телехикаясында басты рөлдердің бірі, Эженің бейнесін сомдаған актриса Хазал Адиаманның өмірбаяны қандай, байлығы қанша, сүйіктісі кім, тағы басқа қандай сериалдарға түскен. Бүгінгі видеода осы сұрақтарға жауап беретін боламын. Айтпақшы, Озан туралы сұрап жүрген көрермендер үшін де жақсы жаңалық. Егер видеоны соңына дейін көретін болсаңыз, сүйкімді балақай Озан жайлы мағлұматтармен де таныс боласыз. Олай болса лайк басып, комментарий қалдырып, каналға жазылып қоңырауды басып қойыңыз. Ал кеттік ендеше. Хазал Адиаман 1989 жылы 6 тамызда Түркияда дүниеге келген танымал телеактриса. Оның ата-анасы, әпкесі мен өзінен кейінгі інісі бар. Түрік актрисасы көпшілікке сериалдардағы қайталанатын рөлдермен белгілі. Атап айтқанда 2019 жылғы Біздің хикая сериалындағы Дерин кейіпкерін, сондай-ақ 2017 жылғы Калбимдегі Денис сериалындағы Эже Остунды сомдау арқылы зор атаққа ие болды. Ал актриса ретіндегі мансабын 2013 жылы Махаббат бағасы сериалында Мелек рөлінен бастады. Сол жылдың соңында ол Керемет ғасыр фильміне түсті. Атағы жер жарған түрік сериалында Хазал Гүлдің бейнесін сомдап, режиссерлердің назарына ілікті. 2020 жылы Құрылыш Осман сериалында Адельфа Ханшайымның рөлін сомдады. Актрисаның Мармара университетінің физика бакалавры дәрежесі бар. Ол сонымен бірге Түркиядағы көп ақы төленетін актрисаның бірі. Оның байлығы $1,5 миллион бағаланады. Негізгі табысты актриса мамандығы арқылы табады. Жеке өміріне тоқталатын болсақ, қазір басы бос. Бұрын сүйіктісі болған, болмағаны жөнінде ақпарат жоқ. Бойының ұзындығы 178 сантиметр, ол сонымен бірге табиғи сұлулығымен де ерекшеленеді. Сондай-ақ Түркияда дүниеге келген атақты жұлдыздардың элиталық тізіміне енгізілген. Достар, видеоның басында уәде еткенде енді Озан туралы баяндайтын болам. Кішкентай актердің шын есімі Чаглаян Дорук Озаноғлы 2009 жылы Стамбулда дүниеге келген. Бастауыш сыныпта оқып жүргенде жүрегімдегі Денис сериалы арқылы алғашқы актерлік тәжірибесін алады. Ол өзінің сүйкімділігімен көзге түсіп, болашақта жақсы актер болатынын көрсетеді. Инстаграм парақшасын белсенді түрде жүргізеді. Онда достармен демалыста түскен суреттерін жиі жүктейді. Талантты жасөспірім пианинода жақсы ойнайды. Достар, егер сіздерге бүгінгі видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Айтпақшы, Өмір ызғары сериалында басты кейіпкерлерді сомдаған актерлар мен актрисалар жайлы ақпарат қызықтыра ма? Пікір жазып қалдырсаңыздар екен. Әдеттегідей сіздермен болған Әсем ТВ арнасының жүргізушісі Әсем Жұмалиева. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.